Саламатсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Математика сабағы. 137-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы: 134 пен 5-тің көбейтіндісі, 670 пен 5-тің бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Мұхиттар мен теңіздер. Сабағымыздың мақсаты: бөліндінің бір разрядында 0 болатын кезде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. Балалар, бүгінгі сабақта біздер мұхиттар мен көлдер туралы өтетін боламыз. Мұхиттар туралы не білеміз? Жер шарында 4 мұхит бар. Олар Атлант мұхиты, Тынық мұхит, Үнді мұхиты, сонымен бірге солтүстік мұзды мұхит. Ал қандай теңіздер бар екен білесіңдер ме? Арал, Каспий, Балтық, Жерорта деген және одан да басқа көп теңіздер бар. Енді мұхиттар мен теңіздер туралы көбірек білу үшін келесі бейнероликті тамашалаңыздар. Бүгінгі таңда жер бетінің 70%-ын су алып жатыр. Бірақ 4,5 миллиард жыл бұрын жер бетінде су мүлде болмаған. Ғаламшарымыз ол уақытта тым ыстық болатын. Ондай ыстықта судың сұйық күйде кездесуі мүмкін емес еді. Бірақ жер ядросында оттегі мен сутегі атомдары қосылып, газ күйіндегі су түзе бастаған. Атқылай бастаған мыңдаған жанартаудың арқасында жиналған су буы атмосфераға тарады. Келесі миллиард жыл бойы ғаламшар беті біртіндеп суыды. Температураның төмендеуі будың жауын бұлттарын айналуына алып келді. Мыңдаған жылдар бойы жауған жаңбыр ойпаттарды суға толтырып, алғаш мұхиттарды түзеді. Ғалымдардың пікірінше, жердегі судың бір жартысы осылай пайда болды. Ал екінші жартысы жерге ғарыштан келді. Мынау 2005 жылы түсірілген құйрықты жұлдыз. Ғалымдар құйрықты жұлдыз ішінде қанша су бар екенін анықтау үшін оған жасанды серікті бағыттады. Екеуінің соқтығысуы нәтижесінде ғарышқа 250 миллион литрден артық су шашырады. Алғашқы жылдарда жер бетіне мыңдаған осындай құйрықты жұлдыздар келіп түскен. Бүгінгі мұхиттарымыздағы су осыдан 3,5 миллиард жыл бұрын жерді көгілдір ғаламшарға айналдырған судың дәл өзі. Жақсы балалар, ендеше 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейтудің тағы да бір алгоритммен танысатын боламыз. Ең алдымен бірінші көбейткіш 134-ті жазамыз. Екінші көбейткіш 5-ті бірліктердің астына жазамыз. Алдымен бірліктерді көбейтеміз. 4 пен 5-тің көбейтіндісі 20-ға тең. Бұл 2 ондық және 0 бірлік. 0 бірлікті
бірліктердің астына жазамыз. Ал 2 ондықты есімізге сақтаймыз. Сонан соң ондықтарды көбейтеміз. 3 пен 5-тің көбейтіндісі 15. Оған ойдағы 2 ондықты қосамыз. 17 ондық шығады. Бұл 1 жүздік және 7 ондық. 7-ні ондықтардың астына жазамыз. Ал 1 жүздікті есте сақтаймыз. Енді жүздіктерді көбейтеміз. 1 мен 5-тің көбейтіндісі 5-ке тең. Оған ойдағы 1 жүздікті қосамыз. 6 жүздік болады. 6 жүздікті жүздіктердің астына жазамыз. 134 пен 5-тің көбейтіндісі 670-ке тең. Енді балалар, 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға баған түрінде бөлудің алгоритмін назарларыңызға ұсынайын. Бірінші бөлінгіш 670-ті жазамыз. Келесі бөлгіш 5-ті жазамыз. Бөліндіде 3 сан, яғни жүздік, ондық, бірлік болады. Бірінші жүздіктерді бөлемін. 6 мен 5-тің бөліндісі 1. Қалдық 1 жүздік. 1-ді бөліндіге жазамын. 1 мен 5-тің көбейтіндісі 5-ке тең. 6-дан 5-ті азайтсақ 1 болады. 1 жүздік 5-ке бөлінбейді. Сондықтан 7 ондықты түсіреміз. 17 мен 5-тің бөліндісі 3-ке тең. 3 пен 5-ті көбейтсек 15. 17 мен 15-тің айырмасы 2-ге тең. 2 5-ке бөлінбейді. Сондықтан 0 бірлікті түсіреміз. 20 мен 5-тің бөліндісі 4-ке тең. 4 пен 5-тің көбейтіндісі 20-ға тең. 20 мен 20-ны азайтсақ 0 болады. 670 пен 5-тің бөліндісі 134-ке тең. Енді балалар, жаңағы алгоритмге сүйене отырып, берілген өрнектерді баған түрінде орындап, дәптерге жазамыз. Міндетті түрде өрнектің мәнін табамыз. Келесі тапсырма, 3-ші тапсырма. Бұл оқулықтарыңызда берілген. Әрбір мұхиттың тұсында өрнектер жазылған. Осы өрнектердің мәнін табамыз. Олардың мәнін өсу ретімен орналастырсақ, мұхиттардың өлшемі бойынша ретін анықтауға болады. Қай мұхит ең үлкен мұхит екені және қай мұхит ең кішкентай мұхит екенін анықтай аласыңдар. Келесі тапсырма, 4-ші тапсырма. Бұл жерде сіздерге қысқаша жазылуы бойынша есептер берілген. Осы есептерді шығарып, жауабын табамыз. Сіздерге көмек ретінде есептің 3 амалды есеп екені көрсетілген. 3 амалды дұрыс орындай отырып, есептің жауабын табамыз. Келесі тапсырма, 6-ші тапсырма. Төмендегідей кесінділер сызамыз. Ең алдымен кесінді дегеніміз не? Еске түсіріп алайық. Кесінді деген 2 жағы нүктемен шектелген түзу сызық. Ұзындығы 25 сантиметр кесіндінің 5-тен 1 бөлігі болатын кесінді сызамыз. Және ұзындығы 18-12 сантиметр кесіндінің 3-тен 1 бөлігі болатын кесіндіні табамыз. Ең алдымен бөлікті тауып аламыз. Сонан соң кесіндіні сызамыз.
Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.